Есірткінің зияны мен зардабы туралы айтылып жүр, бірақ қаупі мен қасіретін әлі де толық түйсіне қоймайтындар көп. Нашақорлықтың алдын алу мақсатында облыстық есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы қарқынды жұмыс жүргізуде. Өңірімізде әртүрлі профилактикалық шаралар өткізді. Сондай-ақ адам көп шоғырланған жерлерде үлкен LED экрандардан арнайы бейнероликтер көрсетіліп жатыр. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, үкімет маусым айында бекіткен нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күреске 3 жылға бағытталған кешенді жоспарды жүзеге асыруға кірісіп кеттік. Жетісу облысы полиция департаменті, есірткі қылмысына қарсы қимыл басқармасы Жетісу облысының әкімдігімен бірлесе отырып, халықты, жастарды есірткінің салдары және есірткінің заңсыз айналымына қатысқаны үшін қылмыстық жауапкершілік туралы ақпараттандыру мақсатында бейнероликтер түсіріп, осы Талдықорған қаламыздың LED экрандарында әлеуметтік жарнама ретінде орналастырылды. Қазір есірткімен күрес күшейді. Оның зардабы мен залалы жайындағы бейнероликтер адамдардың нашақорлыққа салынуынан сақтайды, қауіптің алдын алады. Нашақорлық қоғамдық дерт, оны жою басты міндет.